Бұл Санжы қаласы Мөргу ауылы жарасымды екінші қыстағындағы Тұрсынжан Мөмінжанұлының ауласы. Осынау қарапайым ортада Тұрсынжан мен жұбайы Тұрсынгүл ауылдастарымен селбесіп, түйе жүнінен көрпе жасап шығаруда. Жайшылықта базарда түйе жүнінен өндірілген тоқыма бұйымдар мен түйе жүні көрпесінің өзіндік құны жоғары болғанымен, малшылардың қолындағы түйе жүнінің бағасы тым мәз емес. Ежелден түйе жүнінің өзіндік қасиетін жоғары бағалайтын ұлтымыз малшылар жөнінен алғанда, қолындағы асылын жеке басындық қажетіне жұмсағаны болмаса, мәнерленген тауар ретінде базарға сала алғаны жоқ. Осыған орай 20 жылдан бері қоралап түйе өсіріп, сүтін шүбәтін сатып келген Тұрсынжан отбасы көз қарақты ауылдастарымен селбесіп, үкімет тарауларының қолдауында мынау шағын зауытты құрды. Мен сонау 95 жылдары құмның жиене бар орналасқан жерім түйе бағымшылығына қолайлы болғанымен бірден екіден түйе алып бағып, ол кезде жас отау, жас бала түйені 5-ке, 10-ға, 10-нан 50-ге, 50-ден 100-ге жеткізіп, бұрын шүбәтін сүтін сауып саттық, қа дегенде аз, мұқымана 70 қанша километрге мотамен Санжыға апарып саттық, 4 иянға, одан өрлеп 7 иянға, одан өрлеп 10 иянға саттық. Енді бертінге келгенде ол жердің өзі мына апарып келуде қолайсыз болғаннан кейін 12 семьядан сөрді отырған құмдағы семьядан кооператив құрып, базардан бір майға үй алып, сөрден шүбәтті мәркелеп саттық. Күніне 200 күйде, 300 күйде жақсы той-пойға алған күні 400 күйден сатамыз. Енді бұл жаңаң шаруашылық болып қалды. Жеке сүтін сату. Сонымен мұның жүні мен майын құртын мәнерлеп, сектеген ойға кеп, бір 2016 жылы 2-ші айдан бастап осы бір кооператив құрып, арнаулы 2-3 адамнан құрамын тауып, қаржыгерлерді қабылдап, 2-3 адам осы кооперативті құрдық. Әзір майын, жүнін, құртын мәнерлеп жатырмыз. Ілгерде ұлтымыздың шеберлері жүн өнімдерін кәдеге жаратуда, жуу, кептіру, түту, сабау жұмыстарының барлығын дәстүрлі жолмен өз барысы бойынша көптеген адамның күш қосуымен атқаратын. Техникаға иек артқан қазіргі таңда Тұрсынжан ішкі өлкеден арнаулы аспап енгізіп, мынау шағын зауытты қажетіне қарай жабдықтады. Бүгінде түйе жүнін жуу, кептіру, түту жұмыстарының барлығын шағын аспаптар арқылы жүргізген Жанио селбесі кооперативі бір жағынан уақыт үнемдесе, енді бір жағынан еңбек күшке де мол жеңілдік әкеліпті. Енді біздің осы селбесі кооперативта 22 мүше бар. Енді осы мүшелер бізді негізіне шикізатпен қамдайды. Негізіне әзір алып айтсақ, енді 600-дей түйе бар. Осы 600-дей түйенің жүнін, сүтін, етін шикізат етіп, енді осы түйе өнімдерін мәнерлеу зауытын құрдық. Бұның ішіне ішкерден, сүфеннен, Жансудан әртүрлі аспаптар әкелдік. Биыл осы 5-ші айда түйе күзеу барысында осы 600 түйеден 3 тонна, 3,5 тоннадай жүнді жинап алдық. Енді осы жүнді жинап алғаннан кейін, осы енді жүнді мәнерлеу басқышы. Негізінен айтсақ, мұнаша бірнеше түрлі басқышқа бөлінеді. Алдымен бұл жүнді алғаннан кейін жүнімен шудасын айырып, сонымен жүнінен алдымен бірінші басқышта бұл жүнін жуамыз. Сонымен осы кептіретін аспапта кептіріп болғаннан кейін 3-ші аспабымыз бар, осы жүнді түтеді. 4-ші аспабымыз осы түтіп шыққан аспапты және де ішкерлей жіңішке қып, түтіп жүнді орап шығарғаннан кейін және бір аспабымызға салып, оны негізімен тормен торлап, осы жүнді және торлағаннан кейін және оны нығыздап болғаннан кейін, ең соңғы басқыш енді осы көрпені тұсын қаптап, электронды тігу машинасы. Енді бұл ерекше осы аспаптардың ішіндегі ең негізгі орында тұрады, техникалық өресі жоғары. Бұда әзірге дейін 360-тай өрнегі бар, автомат басқарылады. Соған аспапқа салып, әртүрлі өрнекпен тігіп шығарамыз. Біздің әзіргі зауытымыздың әзіргі жүру басқышында күніне 150-де 200 көрпе шығарады. Енді осы жалпы осы завод құрылысын, шағын завод құрылысын салуға 500 мыңдай ақша кетті. Санжы қаласының Мөргу ауылына қарасты малшылар соңғы жылдары таулы өңірдегі бытыранды қоныстарынан көшіп, егіншілікпен шұғылдануға, жем-шөпті өздері қамдауға қолайлы орынға орналасты.
Десе де кала орталыгына мойны кашык болгондуктан кээ тургундар отбасы жумусунан босой алмай, узап чыгып косумча касып иштөөгө шарасыз болуп келген. Ауыл орталыгынан түйө жүн көрпесин жасайтын шагын завод курулгандан кийин кээ тургундар осунда келип касиптенүүдө. Biz осы ауылымызда осындай бір үлкен бір кооператив құрылып, завод құрылып, бізді осындай бір қызмет істесіп немнет жатқанына өте қуаныштамыз. Ауылымызда күндігі еңбек бірдеңелер бар, болғанмен ол уақыттық қана. Бірде бар, бірде жоқ болып қалады. Сонымен әзір енді мына завод тұрақты, аралықта үйге барып, от-ботымызды жағып деген сияқты. Оғанда қарайласып немлеп тұрамыз. Бұрын енді алғаш келген кезде, бұны енді істей аламыз ба, істей алмаймыз ба деп өзімізде сондай қорқыныш болған, бірақ уақыт өте келе бәріндағы жақсы игеріп, жүн түту болсын, жүнді немнеге жезға салу, одан кейін көрпе шығару, соның барлығын әзір игеріп болдық негізінен. Енді бұл түйе жүнін сол бұна өндіріп сатқан енді құн артады баяғы. Бір жағы малшылыққа мына төменгі түйе баққан кісілердің неменесіне жақсы түрлі түсті немене өнімдері бол. Түйе жүнінің сол пайдасы көп. Әзір сол өндіреміз, күніне сол 70-80 көрпе, кей күндер сол 100-дің үстіне шығады көрпе, өндірген көрпелеріміз. Болады енді әзір базар бағасы да жақсы болып тұр. Өштердегі жалпы аспаптарды мен жүргізем сол, кей күнін басқарып айтып бүйтіп, өшірім андай-мындай қылғанын. Түйө жүнін мәнерлігі бел буған жанұя селбестік кооперативі биыл жыл басынан бастап камданып, әуелі завод толық жабдықталмас бұрын өздерінің қолындағы түйө жүні шикізатын молдап жинады. Күн санап тәжірибе топтап, кәсібіне төселе бастаған Мөргу ауылы жарасымды екінші қыстағындағы түйе жүн заводында бүгінде күнінде үлкенді кішілі 200-ге жуық көрпе дайындап отырған Тұрсынжан өнімнің санын емес, сапасын маңдай ал орынға қояды екен. Ал енді біздің өзіміз өндірген түйе жүннен мәнерлеп шыққан жанұя маркелі көрпе. Мұны өлшемі 2 кило, 3 кило, 1 кило жаңадан өнімдеп шығарғанбыз. Бір түйеден 4 кило жүн шығады ортақ. Оны біз әдетте сатсақ, 1 кило 20 ян болса, 4 кило жүн 80 ян. Жай енді өзіміз завод артынан мәнерлегеннен кейін, әзір 4 кило жүннен 2 көрпе шықса, әзіргі бағасы 600 ян. Бұның пайдасы. Bir qancha tonna жүн жиғамыз, енді өнім өзімізден болғаннан кейін, бұның енді әзіргі бағасы 300 ян айласында болып тұр. Бұған заказ берген сырттан 200-ден, 300-ден, 500-ден адамдар бар. Енді жасап соны ұртып өткізіп жатырмыз. Енді сапалы болу үшін аспабымыз кемеді болу керек. Біздің енді жаңадан алған кішік тұрпатта, енді келешекте кішкене тәжірибелі болғаннан кейін заводымызды үлкейтіп, мұнда сапасына кепілдік етіп жасамақшымыз. Енді мынау біздің алғашқы қорабымыз. Енді қағаздан жақсылап заказ қылғанбыз, ол қорап жасалып жатыр. Алдағы күндері 4-5 күнде келеді. Мөргу ауылы Санжы қаласының солтүстігіндегі Құбының құмын жиектеп қоныстанған. Мұндағы көптеген тұрғындар жер жағдайына сай түйе бағымшылығын дамытқан. Ілгерде ұзақ уақыт дала жайылымында түйе сауып шүбә ташытқан Тұрсынжанның жұбайы Тұрсынгүл түйе сүтінен құрт, ірімшік, сармай алып, өнімдерін түрлендіріп, алармандардың алқауына бөленді. Біз енді 95-тен бастап түйе бағымшылығымен шұғылдандық, ана құмда отырып, құм жиегінде отырып. Біздің сүттің ерекшелігі өтімі жақсы болып тұрғаны, біз дала жайылымы құм районында таза чөп, таза сексеуіл, жыңғыл, баяныш, ыңғай тәрі чөп жегеннен кейін бұның өнімі өте жоғары. Сол үшін дәмі де жақсы, рол да жақсы болғаннан кейін қуаттық. Соның алармандар соны біліп ішкенен кейін. Алушылардың сұранысына сай осы май құртын қосып қазір өндіріп жатырмыз. Дегенде өзіміз сынақ ретінде қолменен қазақи пісіп, мәселе майдан сүтіне май шыға ма, қаншалық сүттен қанша май шығады, құрты қалай болады деп сынақ қылғанбыз. Істеп көрсек бәрі жақсы болады екен. Сонымен әзір осыны дайындап енді осығанда жабдықтарын кіргізіп, әлде де дамытпақшымыз. 15-20 кило сүттен 1,5 кило май түседі екен. Майы өте аз, нәрлілігі сол, аз май түседі. Мына қораптағымыз қазір мынау 100 грамдық 50 ян. Мынау құрты, ұсақ жасадық, балалар жеуге қолайлы. Базар адамы көп тұтынады. Сол бірде есті 25 яннан.
Мөргү ауылындағы түйөкөчтерден окусуумузча олар илгердеги түйө